бір ғұлама екінші ғұламаға хат жазады. Бауырым, осы сен дінді таратам деп, адамдарды дұрыс дін ұстауды үйретем деп, қателіктерді түзетем деп, зиян шегудесің деп жазады екен. Енді бауырым, сен оған қайғырма, көңілге алма, осы жолды тастама, өйткені оның жолының сауабы зор. Бұл сен ұстап жатқан жолың жай намаз оқудан, қажылық істеуден, оразадан жоғары тұратын амал. Бұл амалға ешкім жете алмайтын амал жасап жүрсің сен. Алла тағала арнайы сондай достарды, вали достарды жаратады, сен сияқтылар. Олар оның дінін жеткізеді және адамдарды қисық жолдан дұрыс жолға салады. Алланың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам бір сөзінде ұмытпау керекпіз. Саллаллаху алейхи уассалам бір күні Муаз бин Жабір сахабаға радиаллаху анху айтады екен: «Лен яхди Аллаху бика раджулан вахидан хайрун лака мин каза ва каза». Алла тағала сен арқылы бір адамды дұрыс жолға салса, сол амал бүкіл әлемдегі нәрседен артық болады. Яғни бұдан артық сауап жоқ деген. Қанша әлемдегі нәрсе болса да оған жетпейді екен. Және ол адам жасаған, осындай адам істеген жақсылығы да ол жалғастырады. Өйткені оған ерген адамдар да бар. Сол жақсылықты оларды жалғастырады, адамдарды үйретеді. Және сол кезде сен мұрагерлік жасайсың. Пайғамбарлардың мұрагерлігін орындап жүресің. Бауырым деп осындай өсиет жасады.